Саламатсыздар ма, сіздермен бірге Дайыр Нұрпейісов, тест ми каналы. Және бүгін біз стереометрияға байланысты есеп шығарамыз. Есептің берілгені: төрт бұрышты дұрыс пирамиданың бүйір қыры оның биіктігімен 30 градус бұрыш жасайды. Пирамиданың биіктігі 5 сантиметрге тең. Табанның ауданы нешеге тең? Яғни, осы есепті шешу үшін алдымен сурет салайық. Менде қандай да бір осындай пирамида берілген, және төрт бұрышты дұрыс пирамида болғандықтан, оның табанында шаршы болады. Яғни, орысша квадрат. Және де төрт бұрышты дұрыс пирамида, оның қырлары бірдей болады. Яғни, табанда болатын шаршы және барлық қабырғалары, қырлары тең болатын пирамида төрт бұрышты дұрыс пирамида деп аталады. Оның биіктігін мен қызыл қаламмен жүргіздім. Және биіктігі мен қырының арасындағы бұрыш міне 30 градус болады. Бізге пирамиданың биіктігі берілген 5 сантиметр. Яғни бізге табанындағы тұрған осы шаршының ауданын табу керек. Алдымен біз не істейміз? Алдымен осы тік бұрышты, үш бұрышты қарастырайық. Мынау екі қызыл сызықпен және бір қырымен шектелген үш бұрыш. Ол тік болады, себебі мынау биіктік және ол табандағы жазықтыққа перпендикуляр болады. Осылай. Яғни мынау бұрыш 30 градус болғандықтан, бізде теорема бар. Қарсы жатқан катет, оны x дейік, гипотенузадан 2 есе кіші. Яғни гипотенуза 2x болса, катетіміз осындай x болады. Яғни бізде мынандай үш бұрыш шықты. Мынау 2x, мынау x, мынау 30 градус бұрыш, және биіктігі 5 сантиметрге тең. Енді осы x-ті табу үшін біз осыны Пифагор теоремасына салайық. Яғни бізде 4x квадрат тең болады x квадрат қосылған 25 болады. 3x квадрат бізде тең 25-ке, яғни x тең болады 5 бөлінген түбір асты 3. Немесе алдыңғы сабақта мен иррационалдықтан құтылу деген тақырып өткен кезде, иррационалдықтан құтылсақ 5 түбір асты 3 бөлінген 3. Яғни міне осы x-тің ұзындығы, осы ұзындық тең болады 5 түбір асты 3 бөлінген 3. Ал енді осы пирамиданың үстінен қарағандағы суретін салайық. Яғни осындай шаршы болады. Біз былай үстінен қараватырмыз пирамидаға. Оның мынандай қырлары бар. Және биіктігі тура осы нүктеге түседі. Біз қазір осы x ұзындығын таптық. Яғни мынау бізде ара қашықтық x болады. Ал есептің бергені бойынша мынау тік төртбұрыш дұрыс болғандықтан, яғни мынау шаршы бізде. Және мынау да бізге x-ке тең ара қашықтық. Енді осы шаршының диагональдары қиылысқан кезде тік бұрыш құрайды. Яғни осы үш бұрыш тік бұрышты болады және тең бүйірлі, өйткені екі қыры тең. Яғни біз енді осы аны тапсақ, біз шаршының ауданын таба аламыз. X бізде 5 түбір асты 3 бөлінген 3-ке тең. Яғни осы үш бұрыш үшін біз Пифагор теоремасын жазсақ, а квадрат тең болады 2x квадрат. Яғни a дегеніміз ол тең болады x көбейтілген түбір асты 2. Енді біз x-тің орнына осы мәнді салсақ, біздің алатынымыз 5 түбір асты 3 бөлінген 3 көбейтілген түбір асты 2. Ол тең болады 5 түбір асты 6 бөлінген 3.
Яғни біз аны таптық, және шаршының ауданы тең болады а квадрат. Сол үшін біз аны енді квадраттаймыз. 5-тің квадраты 25, түбір асты 6-ның квадраты 6, және 3-тің квадраты 9. 9 бен 6 біз қысқарамыз 3-ке, мынақта 2 қалады, мынақта 3 қалады. Яғни біздің жауабымыз 50 бөлінген 3. Есептің шығару барысында біз Пифагор теоремасын қолдандық, және төртбұрышты дұрыс пирамидасы не екенін қарастырдық. Осы сабақтың соңы. Сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов. Көп рахмет сізге.